сұрақтарын атап өтсеңіз. Енді мен бұған қатысты енді өзім сол маман болмағандықтан оны айта алмаймын да себептерін. Өйткені үлкен комиссия іргелі жұмыс жүргізгеннің өзінде ондай бір нақты шешімге келмегендіктен. Ал болашақта бізде өндіріс орындары болғанда, енді Жезқазғанның өзінде байыту фабрикасы бар, мыс қорыту зауыты бар, барлық шахталар орналасқан Сәтбаев іргелес қалаларында. Қаражалда да өндіріс орындары бар. Сондықтан Ұлытауда енді сіздер өздеріңіз білесіздер, ғарыш айлағының есептелетін бүкіл неден ұшатын болса, ол Байқоңырдан Ұлытауға келіп қонат барлық зымырандар. Сосын кейбір кездерде құлағандары да болды, гифтил төгілгендер болды, соның барлығы енді ол жер астындағы сіңіп кетеді. Гифтилдің енді оның зияндары бір уақытта да шыға қоймайды ғой, бірнеше жылдардан кейін шығуы мүмкін. Неліктен енді біздің мысалы кейін бұрын Қарағанды облысының құрамында болған кезде Жезқазған қаласы Қарағандыға барып емделетін осы онкологиялық аурулардың дені 70-80% осы Жезқазған қаласының, Жезқазғанның төңірегіндегі өңірдің адамдары болған. Және ол жасарып келе жатыр бұл аурулардың несі.